Қайта өрлеу немесе Ренессанс бұл Еуропа тарихындағы 14 ғасыр мен 16-17 ғасырларға дейінгі кезең. Бұл кезең орта ғасырлар кезеңінің аяғы мен жаңа заманның басталуының тоғысқан уақыты. Қайта өрлеудің басты ерекшелігі мәдениет діни басымдықтан арылып, зайырлы бола бастады және гуманизм мен антропоцентризм негізгі тақырыпқа айналды. Орта ғасырлардың аяғы мен жаңа дәуірдің басталу кезеңі көптеген жаңалықтар мен ашулармен ерекшеленеді. Бұл уақытта шіркеудің реформациясы болды, ұлы географиялық ашулар жасалды, Коперниктің гелиоцентристік құрылыс туралы теориясы баспаханасы пайда болды. Бұл жаңалықтар адамдардың ескі көзқарастарын өзгерте бастады. Қайта өрлеу Италияда, Флоренция қаласында бастау алып, басқа қалалар мен Европаның басқа елдерінде таралады. 15 ғасырдың аяғы бұл Ренессанстың кемелденген уақыты болып табылады. Ренессанстың дамып, таралуына әсер еткен 15 ғасырдың ортасында баспа ісінің дамуы болды. Қайта өрлеу дәуірінің қалыптасуының себебі Италияда Венеция, Генуя және Пиза сияқты қала республикалардың қарқынды дамуы болды. Мұнда феодалдық қатынастарға қатыспайтын таптар пайда болды, яғни шеберлер, саудагерлер, қолөнершілер, банкирлер феодалдық иерархиялық қатынастарға қатысқысы келмеді. Олар бір-біріне бағынатын, дінге басымдық беретін қоғамнан алшақ болуға тырысты. Қалаларда шіркеулер тарапынан бақыланбайтын ғылым мен өнер орталықтары пайда бола бастады. Осы уақытта адамдар ежелгі антикалық заманға назарын аударып, осы заман мәдениетіндегі ерекшеліктерін қайта жандандыруға тырысты. Себебі адамдардың түсінігі бойынша антикалық заманда гуманизм, яғни адамгершілік қағидалары басым болды және оны қайта жаңғырту, өрлету, яғни дамыту қажет деген пікір пайда болды. Гуманизм адамды, оның жеке басын, оның бостандығын, оның белсенділігі мен құру қызметін жоғарғы құндылық ретінде қарастыратын әлеуметтік философиялық қозғалыс. Гуманизм идеясы бойынша адам өмірі жоғарғы құндылық және адамдардың негізгі күші адам өмірін және адамның ішкі жан дүниесін жақсартуға бағытталу керек. Адам барынша сауатты, білімді, ақылды болуға тырысып, дүниені танып, білуге ұмтылып отыруы қажет. Ежелгі антикалық дәуірдің Аристотель, Платон секілді философ ғалымдары адам өмірінің мәні неде? Не жақсы, не жаман, ақиқат не? Деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп, ой толғауларын қалдырып кеткен. Қайта өрлеу дәуірінің философтары осы секілді сұрақтарға жауап іздей бастағанда, олар антикалық заман идеяларына назар аударып, қайта жандандыра бастайды. Ренессанста гуманизм идеялары барлық салаларда дамыды. Философия, ғылым, құқық, өнер, әдебиет, тағы басқа. Қайта өрлеу кезеңінде үлкен жетістіктер өнер саласында орын алды. Экономикалық жағдайдың жақсаруы мен жаңа идеялар солтүстік Италия қалаларында меценаттықтың пайда болуына келді. Ауқатты адамдар дарынды суретшілерді, мүсіншілерді, архитекторларды іздестіріп, оларға түрлі тапсырыстар беріп, оларды қаражаттандырып отырды. Бай адамдар өздері тұратын жерлерінің тек ыңғайлылығына емес, сондай-ақ оның әсемдігіне де назар аудара бастады. Олар құрылыс салуда архитекторлармен ақылдасып, ғимараттардың сыртқы, ішкі келбетін суретшілерге, мүсіншілерге абаттандыруды тапсырған. Ең әйгілі меценаттар Флоренциядағы Медичи әулеті болды. Олардың қаржыландырулары арқасында Флоренция әлемнің әсем қалаларына айналып, қазіргі таңда туристерді тартады. Шығармашылықты осындай жолмен ынталандырудың арқасында көптеген өнер өкілдері мен олардың керемет туындылары пайда болды. Қайта өрлеу кезеңінде сурет салу мен мүсін өнері қарқынды дамып, айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Осы кезеңнің суретшілері өнер туындыларын жасауда жаңа әдістерді қолдана бастады. Енді олар анатомия заңдылықтарын, перспективаны, жарық пен көлеңкенің ерекшеліктерін, басқа да табиғи заңдылықтар мен ерекшеліктерді қолдана бастады. Адамның дене бітімін нақты, шынайы көрсету үшін суретшілер адам денесін, тіпті мәйіттерді зерттеген. Суретшілер суреттің тереңдігін көрсету үшін перспективаны салуды үйренді. Перспектива дегеніміз объектілерді суретке салуда өлшем, пішін ерекшеліктерін ескере отырып, оларды үлкейту немесе кішірейту арқылы, сондай-ақ жарық көлеңке заңдылықтарын қолдану арқылы кез келген кеңістікте бейнелеу әдісі. Басқаша айтқанда, перспектива бұл сурет салу барысында денелердің пропорциялар мен формаларының визуалды бұрмалануы. Мысалы, темір жол рельсін салған кезде көзге жақын болып табылатын жері екі параллель сызық болып басталса, көзге алыс болатын тұсы бір нүктеге түйіседі. Бұл темір жолды нақты және шынайы екенін көруге мүмкіндік береді.
Осылайша перспектива жүзеге асады. Ренессанс суретшілерінің сүйікті тақырыптары діни, яғни библиялық сюжеттер болды. Ренессанс суретшілері дәстүрлі діни тақырыптағы картиналарды салғанда жаңа көркемдік әдістерді қолдана бастады. Мысалы, көлемді композиция құру, пейзажды фон ретінде, сюжеттің элементі ретінде көрсету. Бұл суреттерді шынайырақ жанды етуге мүмкіндік берді. Діни тақырыптардағы әйгілі көріністер бұл Мадоннаның бейнесі, яғни Иисус Христостың анасы. Суретшілер оны әр түрлі қылып бейнелеген, дегенмен Мадонна әдетте әйел, ана, нәзік жан ретінде көрсетілген. Сонымен қатар Ренессанс өнеріндегі суретшілердің сүйікті сәндік мотиві бұл Путидің, яғни кішкентай ұлдардың бейнелері. Олар кейде қанатты болып көрсетілген. Қайта өрлеу кезеңінде өмір сүріп өнер тарихында үлкен із қалдырған Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан секілді ұлылар. Леонардо да Винчи суретші, математик, физик, астроном, архитектор, инженер, жан-жақты адам болған. Да Винчидің барлық шығармалары өте алуан түрлі. Оның картиналары композицияның геометриялық қатаңдығымен және адам денесінің анатомиялық құрылымына ғылыми көзқараспен сипатталады. Да Винчи өзінің кескіндеме техникасын сфуматоны ойлап тапты. Да Винчидің көптеген картиналарында фон ретінде тау пейзажы салынған. Мона Лиза немесе Джаконда картинасы Да Винчидің әйгілі туындыларының бірі. Портреттік жанрдың жоғарғы үлгісі және адам мимикасы керемет келтірілген туынды болып табылады. Леонардоның келесі әйгілі туындысы ең соңғы қонақасы. Иисус Христостың сатқындыққа ұшырап ұсталу алдындағы 12 шәкіртімен соңғы кеші. Мұнда Леонардо барлық бейнеленген адамдардың сезімдерін жан-жақты көрсете білген. Микеланджело Буонаротти керемет мүсінші болды және оның туындыларының басым бөлігі монументалды болды. Микеланджело жасаған бейнелер күшті дене бітімімен және анатомиялық дәлдігімен ерекшеленеді. Микеланджело діндар болғандықтан жиі библиялық тақырыптарда сурет салды. Оның әйгілі мүсіндерінің бірі Пьетта болып табылады. Мұнда Мария ұлы Иисусты жоқтап қайғыруы бейнеленеді. Марияның келбеті ұлына деген махаббат пен сүйіспеншілікке толы. Микеланджелоның тағы бір әйгілі туындысы бұл үрейлі сот фрескасы. Бұл фреска Сикст капелласының қабырғасына салынған. Фресканың негізгі тақырыбы Христостың қайта келуі мен апокалипсис, яғни ақыр заманның басталуы. Рафаэль Санти композицияның ерекше шебері. Рафаэль әйел сұлулығының жыршысы болып саналады. Ол Мадонналарды, яғни әйел бейнелерін көп салған. Оның Мадонна бейнелері тыныштыққа, қайғыға, үйлесімділік пен рахымға толы. Ол 30-дан астам Мадоннаның суретін салған. Рафаэльдің әйгілі Мадоннасы, бұл Сикст Мадоннасы, негізгі тақырыбы Иисус Христос пен оның анасы Марияның адамзатты құтқару жолындағы құрбандық сүйіспеншілігінің символы. Рафаэльдің тағы бір әйгілі картинасы бұл Афин мектебі деп аталатын фреска. Бұл картина ақыл мен білімді дәріптеудің көрінісі болды. Суретте антикалық дәуірдің ұлы ғалымдары, философтары бейнеленген. Платон, Аристотель, Сократ, Гераклит, Пифагор, Евклид, Толемей сияқты ғұламалар өзара пікірлесіп әңгімелесуі көрсетіледі.